Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін шортан балығын табада қорудың әдісімен бөлісетін боламын. Ол үшін 1 килограмм балықты жақсылап жуып, тазалап аламыз. Осындай бөліктерге бөлеміз және үстінен тоз, бұрыш жағып шығамыз. Дәміне қарай саласыздар. Балықтың екінші жағын аударып, тағы да дәміне қарай тоз, бұрыш сеуіп аласыздар. Енді балықты қуыратын кляр дайындаймыз. Ол үшін бізге 1 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаны жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Үстіне 70 мл сүтті құйып, сүт бөлме температурасында болуы қажет. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді татымына қарай паприка, қара бұрыш, тұзды салып, барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Енді үстіне 70 грамм ұнды салып, 1 келкі масса болғанша бұлғаймыз. Клярымыз дайын болған соң балықты салып, толықтай батырып аламыз. Табаға сұйық майды құйып, орташа отта қыздырып аламыз. Енді балықтарымызды салып, 3-5 минуттай қуырып аламыз. Піскен соң аударып, екінші жағынан тағы да 3-5 минуттай қуырамыз. Осындай ерекше дәмді балықтарымыз дайын болды. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Алдағы видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Назарларыңызға рахмет.